Шымкент қаласының автокөлік жолдары 2060 шақырымды құрайды. Осы 2060 шақырымды құрайтын асфальт жолдарда жол қозғалысын реттейтін 281 сигналды бағдаршам, 11250 жол белгілері және 33.000 метр квадраттан астам жол таңбалары сызылған. Бұл автокөлік жолдарында орнатылған жол белгілері мен құралдарды күтіп ұстау қала әкімімен бекітілген құқықтары мен міндеттерінде Шымкент қаласы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасымен қызмет атқарылады. Шымкент қаласы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлерімен ағымдағы жылы жол қозғалысы қауіпсіздігін алдын алу мақсатында жолдар мен желілердің жай-күйін 1500 рет тексеріп зерделеді. Бұл кешенді тексеру нәтижесімен анықталған кемшіліктерді орындау үшін жол белгілерін орнатуға, жол таңбаларын жаңартуға жергілікті атқарушы органдарға 1250 нұсқама берілді. Берілген нұсқамалардың негізінде биылғы жылы 13 жерге жаяу жүргіншілерге арналған белсенді бағдаршам, 16 қиылысқа автокөліктерді реттейтін сигналды бағдаршам орнатылды. Сонымен қатар 265 шақырым жол таңбалары жаңартылып, 3771 жол қозғалысын реттейтін жол белгілері мен құралдары орнатылды. Сондай-ақ берілген нұсқамаларды тиісінше орындамағаны үшін 5 лауазымды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 462 бап 3 тармағымен әкімшілік хаттама толтырылып, мамандандырылған сотқа жолданды. Мен Исламбеков осы микрорайонда 93-тен бері тұрам. 1993-тен бері тұрам. Бұл жерде бізде свет, одан кейін освещение дейді, видеокамера, біздің өзі кішкентай ғана микрорайон, объемы кішкентай. Соған жаңа светке өтініш, жаңа видеокамераға өтініш бердік полицияға, департаментке. Олар қойып берді бұны. Жәнібек көшесінде жаңа жол белгілері 40 километр жаңағы жылдамдықты асырып жүрмейтіндей жылдамдық белгі қойылды. Оған жаңағы өтетін пароход дейміз, оны қойылды. Яғни кедір бұдырлары қойды. Жаңағы шофер машина неғымас үшін, тез жүрмес үшін. Қазір жарымыз жанып тұр. 3 көшемізде, 4 көшемізде әжі. Жәнібек көшесінде де жанып тұр. Мына видеокамерында қойды. Оған да рахмет. Полицияларға халықтың мұң-мұқтажын тыңдап істеп атқанына рахмет айтамыз. Денсаулықтары мықты болсын, балалы шағалалардың ратын көрсін, заман тыныш болсын. Бәріне денсаулық тілеймін.